Қош келдік. Бұл біздің Вьетнамдағы Нечан курортты қаласындағы 11 күндік керемет есте қалатын саяхатымыздың бастамасы. Бізде ортақ жоспарымыз бойынша 28 қыркүйек пен 8 қазан аралығында осылай сәті түсті саяхатымыздың. Алдын ала жоспарлаған 100% жоспарымыздың 90% сәтті ойдағыдай өтті. Ең маңыздысы бізде керемет көңіл-күй болды, саяхаттың әсерін сезінетін. Жалпы Нечан бізді таңғалдырды тек жақсы жағынан. Бізде керемет күнлі шырайлы күндеріміз де болды, жаңбырлы бұлтты күндеріміз де болды, әсерлі сезімде болдық. Күн шуағын ашып тұрған күндері теңізге түстік. Шамамен судың температурасы 28-29 градус болды. Бұлтты күндерімізді саяхатқа арнадық, күндерімізді бос өткізбейік деп. Жалпы сипаттама беретін болсам, саяхаттауға қолайлы, демалуға өте ыңғайлы, инфраструктурасы жақсы дамыған. Biz отельге келдік. Біз шамамен 1-45 минут кеткенде отельге жеттік. Бізде регистрация сағат 2-де басталды. Бір номерға бір кілт, бір карточка таңғы асқа берілді. Екінші адамға қосымша 10 евро залог қалдырдық регистрацияда. Номерде телевизор, салфетка бар, кружки бар, су, тефаль. Қазір көреміз терезеден бізде қандай көрініс болатынын. Бізде балкон жоқ. Бізге негізі айтылған балкон болады деп, бірақ кейін кезде балкон болмады. Көрініс жаман емес. Бізде осындай 2 адамға 2 раздельный кровать, жанында тумбочкасы бар, шкафтың ішінде вешалкалары бар, сейф бар бізде. Сейфтің астында полкалар бар, аяқ киім қоюға болады, киім қоюға болады, корзина. Бұл бізде 21 этаж. Осындай шағын залы бар. Отырып жұмыс жасауға болады. Бассейн жанында орналасқан. Бұл бізде бассейн. Тағы бір менің таң болғаным, осы бассейнде бұлтты жаңбырлы күндері күндізгі сағат 9-дан түнгі сағат 12-ге дейін біз шомылып жүрдік. Бірге карточкамызды алып таңғы асқа бара жатырмыз. 3-ші этажда орналасқан. Таңғы ас таңғы 6 мен 9 аралығында беріледі. Күнде таңғы асқа осында неше түрлі соустар, өздерінің традиционный фова супы, қуырылған жұмыртқа, омлет, 2 түрлі сок, кофе, чай, молоко, сгущенка, экзотикалық жеміс-жидектер, салаттар, десертке желе беріледі. Ал ыстық тағамдарға келетін болсақ, ол жерде тауық етінен, сиыр етінен, қуырылған балық, күріштен лапша, овощи бұқтырылған беріледі. Жалпы осындай көрініспен таңғы асымызды өткіземіз. Теңіз жағажайына суға түсуге баратын күндерді осы жерден біз полотенце алып жүрдік, отельден полотенце беріледі. Қазір біз балконда қыздарды күтіп отырмыз. Осылай Нечан қаласының ең басты көшесі Чанфу көшесіне қарама-қарсы орналасқан орталық пляжға келді. Жағалаудағы құм өте жұмсақ, сары түсті, аяқ киімсіз жүруге өте ыңғайлы. Жағажайдың жанындағы суға кіру ыңғайлы және тегіс судың кеудеден асуы үшін бірнеше метр жүру керек. Судың астында жартас немесе қырлар жоқ. Ересектерге де балаларға да суға түсуге ыңғайлы. Жалпы жағажай қала әкімшілігіне қарағандықтан жағажайды күнде таңертең тазалап тұрады. Негізі біз суға күндізгі сағат 10-да шамамен сағат 12-ге дейін, түскі сағат 4-тер мен кешкі сағат 7 аралықтарына түсеміз, себебі күнге күйіп кетуіміз мүмкін. Жағажайда осындай шезлонгтар орналасқан. 2 шезлонг, 1 зонт, 1 стол, 150 мың донг тұрады. Чанфу жағажайы жақсы сәнделген, осындай пальмалармен, газондар төсендірілген. Жалпы туристарға барлығы қолайлы, магазиндер жақында орналасқан. Алдымызда лотос, қаланың символы, орталық пляжның маңында орналасқан. Біз бүгін осылай отырмыз судың жағасында. Балналарға қарап, өйткені біз мореға бүгін түсе алмаймыз. Бұл күннің де бір пайдасы болды. Бізде бүгін жаяу саяхаттау Нечан қаласына. Осылай пальмалардың арасымен жүріп, бізде жан-жағында ешкім жоқ кезде осылардың арасында видео фотолар жасады. Керемет локацияны. Жүру саяхатының жалғасуда өзімізге бұл күніміз керемет ұнады. Бәрі ойдағыдай болды. Қазір лодка аламыз. Бұл кісіде лодканың бағасы 50 мың донг 2 жаққа барып қайту. Бұл мен мәз болып отқан, бұл күнім құр өтпеді ғой деп. Шамамен 10 минут аралығында шағын островқа жеттік. Бүгін біз жергілікті халықтың салт-дәстүрімен таныстық. Табиғатын тамашалап жүріп, өстіп храмға кірдік. Негізі храмға кірген кезде кірген жағымен солай шығу керек екенсің. Теріс қарап шығуға болмайды екен. Негізі нағыз медитация жасайтын жер екен, өзің табиғатпен жеке. Кеттік, біздің путеводителіміз келді. Тағы Вьетнамға келдік. Қазір Шамский башняға бара жатырмыз. Тұрғылықты жеміс-жидектер.
Негізі арасында камераға сөйлеуді ұмытып кетемін. Өстіп жаяу жүріп, Чамский башняға жеттік. Бет қаншадан? Кассадан осылай 30.000 тонға билет сатып алдық. Бізге осындай карточка берілді. Осы карточкамен кіреміз ішіне. Панагар мұнарасы 8-ші және 10-ші ғасырдың аралығында тұрғызылған. Чулао тауында орналасқан ежелгі Чан мемлекетінің ғимараты. Жалпы 4 мұнарадан тұрады. Олардың ең үлкені Панагар деп аталады. Ол Панагар осы Вьетнам халқына қолөнер мен ауыл шаруашылығын үйреткен, соның құрметіне салынған. Негізі ішіне кіріп көрмеді, қолдарымыз ашық болған себептен ол жерде Панагардың мүсіні орналасқан. Жалпы Панагар жақсы сақталынған. Ежелгі сол 8-10 ғасырдан бері осы уақытқа дейін сақтап келеді салт-дәстүрлерін. Жан-жағын өте жақсы безендірілген, осындай талдармен, гүлдермен, фото-видео локация өте көп, таласып бәріміз суретке, видеоға түстік. Байк таксимен 40.000 тонг төлеп Лонгшонға саяхаттауға келдік. Бұл жоспарларымыздың бірі. Бүгін бізде саяхатымыздың 8-ші күні. Бұл саяхаттарымыздың ішіндегі ең тегін саяхатымыз. Бұл жерге біз Белый Будданы көруге келдік. Күн түсіп кеткен ғой. Будда дұрыс көрінбей қалды. Саяхатымыз жалғасуда. Артисан кафесіне келдік. Бұл кафе инстаграмный кафе, фото-видео жасайтын жер, өте жақсы безендірілген. Түскі ас шамамен бір адамға 150-170 мың тонг аралығына шықты. Панкейки, капучино, айында лимонад, тоже, паста. Саяхатымыз әлі жалғасуда. Бүгін біздің 9-ші күніміз. Қазір біз Далат буфетіне бара жатырмыз. Ол жерде шведский стол бір адамға 269 мың тонға не қалағанымызды алып жеп ішуіміз. Екі Далат буфеті. Бұл Далат гипермаркетінің 3-ші этажында орналасқан. Біздің қолымызға билет берілді. Осылай бізді менеджер бос столға шығарып салды бізді. Осы жерге отыра берейік. Бұл жерде говядина бар, курица бар, и свинины, овощи. Өзіміз дайындап аламыз бұны. Қайда қоятындарын білмей жатсыңдар ма? Пиваларың келді ма, без лимит? Жай. Ойлады, тағы нені үйіп келетір деп. Адамда қалды ма бір нәрсе өзі, шведский столда? Лай, мемет алып келдің ба? Біздің қыдыруымыз әлі аяқталмады. Бүгін біздің 10-ші күніміз. Жоспарымыз бойынша панорамный вид бассейн 41-ші этажда орналасқан. Қазір сол жаққа бара жатырмыз. Осылай жаяу серуендеп жетіп келсек панорамаға. Упс, панорама жабық. 23 сентябрьден бері оларда реставрация болып жатыр екен. Сол себептен біз бассейнға бүгін түсе алмаймыз. Бізде осылай күнде дейбіз. Егер кешкі астан кейін қолымыз босап кетсе, ештеңе планымыз болмаған жағдайда өстіп паркке келіп серуендеп қайтамыз. Әсел ақша снимать етіп алды Каспийден. Ол жақта жолдан өту ережесі ерекше. Жолдан өту кезінде абайлап өту керек. Машиналар жол бермейді, байктарымызға жол береді. Жалпы массажный салон жайлы айтатын болсақ, ең жаңғыртылғанымыз Аделия спа. Қазір Раушан сындырады 150 мың тонға. Массажға келдік. Қазір бірінші аяғымызға расслабляющий жасайды. Содан кейін боди массажға барамыз. Негізі бізге осы салондағы сервис ұнады. Чай, сухофрукты ұсынылды. Ал кеттік базарға сақтауға. Базардың басын айландырып қона сұлу екеміз, Ананы да мынаны алғым келеді. Қайсы сабын? Ячаңғыдағы ночной базарға келдік. Осы жерден үйге сарқытты қалдық. Негізінде бұл жерде саудаласу керек, саудаласаң жақсылап тұрып скидка жасап береді. Базарды аралап, керек жарағымыздың бәрін сатып алдық.
базар негізінде осы лотосқа қарама қарсы орналасқан, кешкісін ашылады, ночной базар деп аталынады. Осылай 11 күндік Ничан қаласындағы керемет саяхатымыз тамамданды. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып подписка жасауыңызға болады. Келесі саяхатта кездескенше.